Сәлем достар, сіздермен Айкерім. Бүгін біз сіздермен өте дәмді, нәзік, оңай дайындалатын, әрі жеңіл салат, радуга салатын дайындайтын боламыз. Жасалу жолы да өте оңай, тіпті балаларыңыз да сүйіп жейтін болады. Видеомды соңына дейін қарап, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ол үшін бізге бір қияр, бір қызанақ, колбаса, жүгері, кирешки және майонез қажет. Бір қызанақ, бір помидор 2 тарелкаға жетеді. Қазір қиярды, қызанақты және де колбасаны 4 бұрыштап турап шығамыз. Мінеки дайын. Қазір бірден тарелкаларымызға саламыз. Осылай бір шетіне саласыздар. Енді қызанақ тураймыз. Мінеки дайын. Бұны да 2 тарелкаға бөліп саламыз. Енді колбасаны тураймыз. Мінеки дайын. Саламыз. Енді тақтайдың қажеті жоқ. 2 тарелкамызды жақындатып қоямыз. Қазір кукурузды ашып саламыз. Енді кирешкеміз саламыз. Барлық салмаларын осылай тарелканың шет-шетіне айналдыра салып шығамыз. Ең артынан майонезімізді құямыз. Майонезді жеткілікті мөлшерде ортасына құямыз. Мінеки салаттарымыз дайын. Өте әдемі болып шықты. Осылай жасап, қонақтарыңызға ұсынсаңыздар, қонақтарыңызға сөзсіз ұнайтынына сенімдімін. Өте дәмді әрі жеңіл салат. Ас болсын.